Сәлем достар, бүгін біз шеңбер сызып үйренеміз. Бізде диаметрі 4 сантиметрлік шеңбер сызу керекпіз. Біз оны сызу үшін мына жағын центрге қоямыз, ал мына жағымен сызамыз. Енді біз радиусын табу үшін біз 4-ті ортасынан 2-ге бөлу керекпіз. Бізде сонда радиусы 2 сантиметр болып шықты. Енді біз өлшейміз. Дұрыс, бұл жақта бізде 2 сантиметр. Бізде әр қайсы жағынан бұл жақта диаметрі бүйтіп 4 сантиметр, мына жақта 4, бұл жақта 4. Ал радиусы барлық жақта 2